Pinduoduo сайтына банк картасын тіркеу үшін осы басты бетте тұрғандай төмендегі оң жақтағы смайликті басамыз. Мына значоктардың астындағы 4 иероглифті басамыз. Осылай болып ашылады. Мына жерге картамыздың оң жақ бетіндегі 16 орындық санды жазамыз. Яғни картаңыздың номерін тересіз. Қызыл кнопканы басамыз. Кез келген банктың жұмыс істеп тұрған срок өтпеген картасын тіркей берсеңіз болады. Енді мына жерде ең бірінші жолға картаның бетіндегі аты жөніңізді жазасыз. Ағылшын әріптерімен аты жөнімізді жазамыз үлкен әріптермен. Екінші жолға картаның срогын жазу керек. Оны мына төмендегі шығып тұрған жерден таңдаймыз. Картаңыздың срогы қай жылға дейін, нешінші айға дейін екенін таңдайсыз. Мысалға, менікі 25 жылға дейін, 7 айға дейін. Осылай таңдағаннан кейін мына оң жақтағы иероглифті басамыз. Мына жерге шығады. Енді мына ең астына картаның артындағы 3 таңбалы санды жазамыз. Картаның артындағы сан. Енді болды, мына қызыл кнопканы басамыз. Мына жерде 4 орынды өзіміз пароль ойлап табуымыз керек, яғни төлем паролі. Бұл төлем паролі бізге каждый раз зат сатып алған кезде оплата жасағанда керек болады. Затқа төлем жасағанда осылай төлем паролін жаз деп сұрайды. Сондықтан төлем паролін ұмытып қалмау үшін өзіңіз бір жерге жазып қойыңыз. Оны сіз ойдан өзіңіз жазасыз. Бір жаздық, енді екінші рет қайталаймыз. Ұмытпау үшін өзіңізге жазып қойыңыз. Мінекей, карта тіркелгенде осылай шығады. Картаның тіркелмегенін білу үшін мына үшінші тұрған иероглифті басып қарасақ болады. Мінекей, картамыз тіркелген. Егер тағы да карта қосқыңыз келсе, яғни мына картаңыздың срогы бітіп қалса, немесе тағы да басқа картамен төлем жасағыңыз келсе, онда мына үшінші иероглифті басып, осылай тұрған кезінде мына плюсты басамыз. Қызыл кнопканы мына жерге төлем паролін енгізіп, манағы ойлап тапқан төлем пароліңізді енгізесіз де. Мына астына қарай түсіп, мына жерге жаңа картаңыздың номерін енгізіп, әрі қарай дәл бірінші картаны тіркегендей қылып қайталап орындайсыз.